Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Мен Қарағанды қаласы Мартбек Мамраев атындағы мектеп-интернатын биология пән мұғалімі Оспанова Айжан Женисовна. Бүгінге менің сабағыма қош келдіңіздер. Зерттеу сұрақтан басталып, дәлелмен аяқталады деп бүгінгі сабағымызды бастайық. Ал балалар, бүгінгі тақырыпты білу үшін тақтаға назар аударайық, суретке қарайық. Қандай ғалым, қандай үдеріс, өсімдіктердің қандай ерекшеліктері көрсетілген? Қалай ойлайсыңдар, бүгінгі тақырыбымыз қандай екен? Дұрыс айтасыңдар балалар. Бүгінгі сабақтың тақырыбы әртүрлі өсімдік жасушаларында фотосинтездеуші пигменттердің болуын зерттеу. Сабақтың мақсаты хлоропласттың құрылымы мен қызметі арасындағы өзара байланысты орнату. Хлоропласт пигменттерін бөліп алу. Сабаққа болжам. Егер жасушада пигменттердің болуын зерттесе, онда әртүрлі өсімдік жасушаларындағы фотосинтездеуші пигменттерді анықтауға болады. Өсімдік жапырағының түсі маңызды морфологиялық белгілердің бірі болып табылады. Бүгінгі сабағымыздың зертханалық жұмысқа пайдаланатын құрал жабдықтар. Ол сынауық, құйғыш, лабораториялық стақандар, сүзгі қағаз, хроматографиялық қағаз, фарфор табақша, үккіш, қарандаш, сызғыш, бізге қажет болады қайшы, өсімдік жапырақтары. Бізде балалар қаз табан өсімдігінің жапырақтарын алып тұрмыз осы зертханалыққа. Спирт және бензин. Қажет болса біз дистилденген суды да пайдаланамыз балалар. Одан кейін бор. Мінекей, бұл бүгінгі сабағымыздың құрал жабдықтары. Там шуыр бар. Жұмыс барысы ерітіндіні дайындау. Екінші, Краус әдісі арқылы пигменттерді бөліп алу. Үшінші, қағаз хроматографиясы арқылы пигменттерді бөліп алу. Бірінші кезең, пигменттердің спирттік ерітіндісін алу. Ол үшін балалар бізге өсімдік, қазтабан өсімдігінің жапырақтары керек, фарфор табақшасы. Осы фарфор табақшасына өсімдік жапырақтарын уақ қылдырып турап аламыз. Уақтап тураймыз. Неғұрлым өсімдікті уақтап турасақ, соғұрлым тезірек үгілуге себеп болады балалар. Сондықтан да жапырақтарды уақ қылдырып турап аламыз. Үккішпен турап алдық балалар. Енді үккішпен жақсылап тұрып жапырақты үгеміз. Үгу кезінде жапырақтың жасушалары бұзылады. Жақсылап үгіп алдық балалар. Енді кішкентай бор үгіндісін қосамыз. Не үшін қосады екенбіз? Ортаны бейтараптау үшін балалар. Немесе әлсіз сілтілі орта жасау үшін кішкене бор қостық. Жақсылап үгеміз. Сонымен қатар 96% этил спиртінің 10-15 мл этил спиртін қосамыз. Үгуді жалғастырамыз. Үгуді жалғастырамыз.
жапырақ жасушалары бұзылып жатыр балалар. Сонымен қатар хлорофилл спиртке өтеді. Спирт жасыл түске боялады. Бұл біраз уақыт, шамалы уақыт алады бізден әрине. Дайын болған гомогенатты балалар құйғыш арқылы құйғышқа сүзгіні орналастырамыз. Сүзгі қағазымызды үш бұрышты қылдырып жасап алып, құйғышқа орналастырып аламыз. Лабораториялық стақанға орналастырып, дайын гомогенатты құямыз. Сүзу процесі өте баяу жүреді. Сондықтан да тосамыз. Өте әдемі, жасыл түсті гомогенатымыз сүзіліп жатыр балалар. Тосамыз. Пигменттердің спирттік ерітіндісін алдық. Пигменттерді Краус әдісі бойынша бөлу. Әдіс пигменттердің спирт пен бензинге әртүрлі еруіне негізделген. Хлорофилл, хлорофилин дикарбон қышқылының және метанол мен фитол спирт қалдықтарының күрделі эфирі. Фитол ұзын көмірсутекті тізбектен тұрады. Ол хлорофилл молекуласының гидрофобтығын анықтайды. Гидрофобты ерітінді бензинде жақсы ериді. Каротин көмірсутек болғандықтан, каротинге де гидрофобтық қасиет тән. Бензинде жақсы ериді. Ксантофилл спирттер бензинге қарағанда этанолда жақсы ериді. Краус әдісі бойынша пигменттерді бөлу. 2-3 мл пигменттердің спирттік ерітіндісін алып, сынауыққа құямыз. Там шуырды пайдаланып жатырмыз балалар. Осы спирттік ерітіндіге 3-4 мл бензинді тамызамыз. Бензинді тамыздық. Сынауықты алып, бетін осылай қолымызбен жабамыз да, жақсылап араластырамыз. Тосамыз балалар, эмульсияның бөлінуі байқалады. Бақылап қарап отырсаңыздар балалар, үстіңгі жағы жасыл түсті сынауықтың ерітіндісінің ішіндегі, ал астыңғы жағы сарғыш түске боялып жатыр. Эмульсия бөлініп жатыр. Үстінде хлорофилді өзіне қосып алған бензин жиналды. Бұл жерде каротин де бар. Алайда каротиннің сары түсі
хлорофилмен бүркеліп көрінбейді. Ал астыңғы қабатта спирт жиналған. Спирттің түсі сары. Неліктен балалар? Себебі спиртте ксантофил пигменті еріген. Осылайынша Краус әдісі арқылы біз пигменттерді бөліп алдық. Жұмыс нәтижесін балалар суретке салып аласыңдар. Үшінші кезең пигменттерді қағаз хроматография әдісімен бөліп алу. Жоғары сатыдағы өсімдіктердің жасыл жапырағының пигменттері туралы нақты түсінік алғаш орыс ботанигі Михаил Семенович Цветтің еңбектерінде пайда болды. Ол заттарды бөлудің хроматографиялық әдісін жасап, жапырақтың пигменттерін таза түрде бөліп шығарды. Заттарды бөлудің хроматографиялық әдісі олардың адсорбцияға деген әртүрлі қабілетіне негізделген. Пигменттерді хроматографиялық әдіс бойынша бөліп алу, қағаз хроматографиясы бойынша. Оған бізге хроматографиялық қағаз керек, сызғыш, қарандаш және хроматографиялық камера. Сонымен қатар пигменттердің спирттік ерітіндісін пайдаланамыз балалар. Ең бірінші хроматографиялық қағазға біз бастау сызығын сызып аламыз. Бастау сызығына балалар спирттік пигменттердің спирттік ерітіндісін алып тамызамыз. Тамызуды нүктелік емес, бүкіл бастау сызығының бойымен жүргіземіз. Кептіріп отырып, келесі тамызуға дейін міндетті түрде балалар кептіріп алу керек. Осы құбылысты, үдерісті бірнеше рет қайталаймыз. Қанық жасыл түс пайда болғанша. Дайын болған қағазымызды, балалар, хроматографиялық қағазымызды, хроматографиялық камераға бастау сызығын төмен қаратып, іліп қоямыз. Ертіндіге қағаздың 1 сантиметрдей ғана ертіндіге тиіп тұру керек. Төменгі жағы. Ертінді ретінде бізде спирт, этил спирті. Хроматографиялық камерамызды жауып қоямыз. Енді хроматографиялық камера ретінде біз химиялық жаңағы лабораториялық стақанды пайдаланып тұрмыз. Тосамыз. Капиллярлық күш әсерімен ерткіш қағаз бойымен көтеріледі. Соның көмегімен пигменттер де көтеріледі. Ертінді мәреге жеткенде қағазды алып, бастапқы сызықтан бастап мәреге дейінгі қашықтықты өлшедік. Ол L0-дің мәнін таптық. L0-дің мәні бізде 55-ке тең болды балалар. Бастапқы сызықтан бастап әр пигментке дейін қашықтықты өлшеп, таблицаға енгіземіз. LX-тің мәнін таптық. Содан кейін барлық пигменттер үшін R ұстап қалу мәнін есептейміз. Пигменттің жылжыған қашықтығын ертінді жылжыған қашықтыққа бөлу арқылы. Келесі балалар, пигменттердің R ұстап қалу мәнін есептейміз. R ұстап қалу мәні пигменттердің хроматография әдісімен бөлінген кезде жүріп өткен арақашықтығын ерткіш фронтына қатынасы. Ол әр пигмент үшін тұрақты көрсеткіш болып саналады. Ал енді балалар, сабақты қорытындылаймыз. Өсімдіктерге жасыл түс беретін пигмент. Хлорофилл. Жарайсыңдар балалар. Өсімдіктерге сары түс беретін пигмент. Флавоноидтарда да сары түс бар, е? Жарайсыңдар балалар. Өсімдіктерге қызғылт сары түс беретін пигмент. Каротиноидтар. Жақсы, жарайсыңдар. Өсімдіктерге қызыл түс беретін пигмент. Әрине антоциандар. Жарайсыңдар балалар.
Келесі тапсырмамыз балалар сәйкестендіру тапсырмасы. Бұл жерде фотосинтезге қатысатын пигменттер берілген, және осы пигменттердің сипаттамасы. Сол сипаттамасымен сәйкестендіріп шығасыздар. Дұрыс жауаптарына назар аударайық. Хлорофилл А фотосинтездің негізгі пигменті көк және қызыл жарықты сіңіреді. Хлорофилл В қосымша пигмент жарықтың спектрін кеңейтеді. Ксантофилл сары түсті пигмент жарықты қорғау қызметін атқарады. Каротиноидтар қызғылт сары түсті пигменттер тобы артық жарықтан қорғайды. Жарайсыңдар балалар. Қорытынды. Фотосинтез пигменттері тіршіліктің негізі. Олар жарықты сіңіріп, энергияны химиялық байланысқа айналдырады. Ал балалар, сабағымыз осымен аяқталды. Сабаққа қатысқандарыңа үлкен рахмет. Үй жұмысын ала қойыңыздар. Балалар, бүгінгі сабақта менің хроматография әдісімді пайдаланып, пигменттерді бөліп алдыңдар. Жарайсыңдар. Үй жұмысына 7-ші тақырыпты оқыңдар. Менің өмірбаяным туралы хабарлама жазып келіңдер. Сәттілік сендерге. Балалар,